İstedin mi ne ol? Жоқ, Ne? күнә істеп қойдым. Ne deydi? Maşallah. Oy aslan. Ne sen? O, al. Күнә. Күнә істеп қойдым. Kız. Қайсысын істедің? Ішіп қойдың ба? Жоқ, Ауыз ашып жібердің ба? жоқ, Шошқан кетін жеп қойдың ба? жоқ, Екеуміз істейін деген сияқты қойған жоқсың ба өзің? А? жоқ. Істеме оны, екеуміз істейміз деп айтып қойсақ. Не болды айтшы, не? Қатты бірдеңе жылап тұрсың ғой соншама. Мен досың бол, маған айтшы, ешкімге айтпаймын. Не болды? Кет! Тыныштық па? Мынауың күнә емес сенің. Күнә! Ай, тыныштық па не? Молдеке, мынау ұят. Не істеп қойған білесіз ба? Мынау істеген күнәсін айтайын. Мынау ше, кеше... Астағфиралла. Болды, айтпа. Мәжді қыл. О, айтпа енді. Жоқ, керек емес. Біреудің күнәсін жариялағанның өзі күнә болады. Мен, анау маған айтты ғой. Енді айтса сен айтпа болды нең Ол бар. маған жеткізді. Мен сізге риуаят етіп жатырмын ғой. Ой. Күнә, мен айтып отқан жоқпын ғой. Риуаят дегенді қаяқтан жаттамағансыз? Сіз уағыз айтты ғой, баяғыда сахабалар болды риуаят еткен деп. Мен сізге жеткізіп жатырмын ғой Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсы нәрсе айтқан. Сіздікі мынауыңыз айтайын деп тұрғаныңыз болмайды мынау. Жамандықтан Ой, астағфиралла. Қой, біреудің күнәсін, айыбын жасырсаң қайта саған сауап болатын шығар. Былай қиын нәрсе ол. Айтпаңыз біреу. қалай істеп... Құдай сақтасын, менің андай күнәм жоқ мен, Құдай сақтасын. Мен майда шүйде, мен майда шүйде. Көзге көрінбейді же менің күнәларым. Ой. Мешітке барып, жылап, қолын жайсаң, кешіріп жіберетін күнәлар меніңкі ше. Жұмадан шығып, садақа берсең, кешіріп кететін күнәлар менікі. Молдеке, мен ең күнәмнің ең ауыры, жаңа жыл құтты болсын дегенде өзіңде дегенім шығар. Осын 14-ші февраль құтты болсын дегенде әмин дегенім бар. Осын елка айналғаным бар, енді ол кезде ішіп алдық. Астағфиралла. Ол баяғы. Ой, сіздікі жайлап ступенька болып кетіп барады ғой күнәларыңыз. Осылай майда күнә. Мен күнә емес, менікі кінә. Күнәшік менікі. Ондай жоқ менде. Астағфиралла, өйтіп айтпаңыз. Шүкір мына басында. Сен тәубе ет, бауырым, сен тәубе ет. Медресеге қон сен. Сіз кәдімгідей Алланың атынан үкім айтып тастадыңыз ғой сіз. Алланың атынан үкім айтуға болмайды. Керісінше мына мұсылман бауырыңыз үшін, өзіңіз үшін дұға қылыңыз. Кешірім сұраңыз Алладан. Жаным ашып айтып отырмын ғой мен. Жаныңыз ашса, енді бұл күнә істеген шығар. Бірақ Алла тағала мейірімді ғой. Алла тағала рахымды. Алла тағала кешірімді. Жақсылап, кешірім сұрап, әрбір істеген күнәң үшін тәубе етіп, жылап тұрып, қайтадан қайталамайым деп, Алладан шынайы кешірім сұрасаң, Алла кешіреді ғой. Құдай кешіре ма? Кешіреді ғой, Алла деген мейірімі шексіз ғой Алланың. Кешіреді дейсіз, білмейсіз ғой не істеп қойған. Мен біліп тұрмын ғой. Білгім демейді. Досың өсігесін сені. Керісінше досың үшін дұға қылыңыз. Қалай түсіндірсем екен? Мына 10 күнәнің 9-ы тілден дейді. Сіздің айтып тұрғаныңыз дұрыс емес негізі. Бұл күнә деген қайсысы болса да күнә атаулының аты күнә бұл. Бұл күнә деген мына сіздің жүрегіңізді қарайтады. Анаған көрсеттіңізші, анауға істеп тұрған. Мен майда шүйде деп айтты. Жолыңызды жабады. Сізді бақытсыздыққа ұшыратады. Көрдіңіз бе? Сондықтан жамандықтан тыйылу керек. Әрбір күнә үшін жеке-жеке тәубе ету керек. Мысалға мен сізге былай түсіндірейін. Сіз бір үлкенде тас алып келіңізші. Ауыз ашардың алдында стяжка кимайды шығарамыз енді нәжім ол деке. Стяжка емес. Сіз бір қолға ілінер-ілінбес бір майда бір 5-6 тас алып келіңізші бар. Тез бар. Шибенкі ба? Шибенкі алып келіңіз. Онда оламын ғой қазір. Онда. Міне әдемі осы. Бір күнәм түсіп қалды. Енді бүйдесіз. Дәу ғой қарасайшы мына. Дәу ма? Ласақтас. Сіз мынаны қай жерден алғаныңызды білесіз ба? Білем. Сол жерге апарып қойыңызшы. Жарайды. Сіз мынаны қай жерден алғаныңызды білесіз ба? Әр жерден? Тура сол жерге қойып шығасыз ба? Мен қайдан білемін қай жерден алғанын? Алдында бүйтіп. Сіздің қай жеріңізге барып қойсаңызшы орнына, қоя аласыз ба? Қоя алмайсыз ғой. Орнын таппайсыз, білмейміз. Көрдіңіз ба? Сондықтан мынау кішкентай күнәңіз көбейіп үлкен күнәған тең болады екен. Ал оның жауабы үлкеннен де ауыр болады екен, көрдіңіз бе? Сондықтан
Алланың алдында ең дәрежесі жоғары адам Алладан әрбір күнәсі үшін кешірім сұрап, соған жалынып, жылап тұрып, қайтадан істемеймін деп уәде етіп сұраған, көп кешірім сұраған адамның Алланың алдында дәрежесі үлкен болады екен. Қай жерде күнә істегеніңізді білмесеңіз, қалай істегеніңізді білмесеңіз, қайдан кешірім сұрайсыз? Кешір.